1944 жыл Ленинград майданы аспанында ерекше ұшақ пайда болды. Өзіндік айрықша белгілер бар. Отан үшін, Сталин үшін деген жат ұрандардан бөлек таңба жазылған. Бір бүйіріне қазақ батыры Амангелді Имановтың, екінші жағына палуан Қажымұханның есімі жазылған. Бұл ұшақты Қажымұхан Мұңайтпасов өз ақшасына жасатқан болатын. Майданға қосқан жеке үлесі. Батырдың аңызға толы өмірінде бұл ресми тіркелген деректердің бірі. Номері 5-ші ауыл Буденный Қараөткел, ал қазір Қажымұхан ауылы. 1871 жылы 7 сәуірінде Мұңайтпасұлы Мұқан дәл осы ауылда дүниеге келді. 140 жыл өтті. Қазіргі халық өздерінің атақты тумасы туралы көптеген деректерді сақтап жүр. Бізде атақты батырдың кіндік қаны тамған жерге бас соғып көрдік. Астанадан 40 шақырым жерде жатқан Қажымұхан ауылында 140 жыл бұрынғыдай тіршілік жалғасып жатыр. Қажымұхан палуанның осы жерде туылған туралы ауылдың кіреберісінде орнатылған естелік тақтада жазылған. Халық та өзінің атақты батыры туралы ұмытпаған. Мұңайтпасұлы Мұханның жастық шағы оңай болмаған екен. Қажымұханды ешкімге керек қыла қоймады. Өскен деген Еділбай баласы Қажымұханменен бірге осында бірге өсіп, бірге ойнап жүрген адам екен. Сергей дегенде жұмыс істепті. Қажымұхан жалдамалы. Өскен Майбұға деген кісі де Өскен деген тезек сатады да, Қажымұхан шөп сатады екен. Бұл Төскеннің өгей баласы Ереже Бешімұлы, Қажымұхан ауылының молдасы. Қажымұханның жастық шағы туралы әкесінен көп естіген. Палуанның әкесі Мұңайтпас жерленген зиратты да көрсеткен өгей әкесі. Мұнда зиярат етіп келетіндер көп. Міне, бұл шоқтал мен сол Қажымұханның тура шылдап түскен жері. Бұл өзі Қосөткел дейді. Бұнда ескі үйдің орны сонда тас тұр. Қажымұхан қазақтың ортақ мақтанышы болғанмен, қазіргі ұрпақтар оның кіндік қаны тамған жерге қатысты әлі бір тоқтамға келе алмай жүр. Қажымұхан ауылының ақсақалдары дәлел ретінде оның құжатын алға тартады. Онда нөмір 5-ші ауыл, яғни қазіргі Қажымұхан ауылы деп көрсетілген екен. Ал спортшының мұражайы мен зират тұрған оңтүстік Қазақстандағы Темірлан ауылының тұрғындары Мұхан шыр етіп өз өңірлерінде дүниеге келген деп санайды. Отырар ауданы, Ақтөбе деген бөлімшесінде дүниеге келген деп, мен өзінің баласы Жанәбілден талай естігем. Енді ағайынның арасында араздашылық болады, өкпелеушілік болады. Сол емізулік кезінде Қажымұхан атамыз Мұңайтпас әкесі өкпелеп көшкен екен. Сол көшіп, кейін мынау Ақмола облысы Қараөткел деген жерде тұрақтап қалған. Қажымұханның палуандық қабілеті Қараөткелде байқалған. Сергей деген көпестің қолында жұмыс істеп жүреді. Дәл осы ауылда алғаш рет күреске түсіп, өзінің палуан бала деген алғашқы атағына қол жеткізеді. 16 жастағы Қажымұханның күшін байқап, 1887 жылы Сергей оны Омбы қаласының көшпелі циркіне қосып жібереді. Осылайша палуан Мұханның әлемдік турнесі басталады. И помни, с именем победителя идет имя его народа. Да пронеси ты по всему свету имя казаха. О, Минь. Клянусь именем моего предка Кобыланды Батыра, что я, Мукан Мұңайтпасов, отныне стану вашим верным заступником. Всюду, куда бы меня судьба ни занесла, я буду помнить обо всех вас. О моей родине мне будет напоминать запах родимых степей, жусан.
Цирк буржуазияда қара халықта келетін жер, талантты адам үшін табыс көзі, ал мықтыларға бақ сынайтын басты арена. Ерекше палуан екенін Қажымұқан манежде дәлелдеді. Спортшы ретінде танылуына да цирк үлкен септігін тигізеді. Жас Мұқан әлемдік деңгейде белдесіп жүрген спортшылар көзде түсіп, француз күрес мектебінде тәлім алады. Руах! А что ты кричишь? Я не кричу, а зову на помощь дух предков. Аруах! Алғашқы белдесуі де осы Ресей жерінде өтеді. Күрес чемпионаттарымен қатар Мұқан Мұңайтпасов циркте де өнер көрсетеді. Мына афишалар сол кезден сақталған. Мұнда өзінің шын есімі жазылып тұр. Халықтың қызығушылығын арттыру үшін қазақ палуанының лақап есімдері де болады. Қара Иван, Қара Мұстафа, тіпті оны жапондық чемпион жауырыны жерге тимеген Ямагата Махинури атап көрерменді қызықтыратын. Сол кездегі саясат бойынша бізде тек орыстар ғана емес, жапондықтар да күреседі деген жарнамалар жүріп жатты. Бірақ өз есімімен шыққан күнде де Қажымұқан Ресей империясының намысын қорғады. Заман да, талап та сондай болды. Прошу вас послать со мной моих друзей. Григория Кощеева и Мукана Мұңайтпасова. Ең алғаш рет ірі табысқа Қажымұқан 1905 жылы Харбин қаласында өткізілген халықаралық турнирде қол жеткізеді. Мұнда ол бірінші орынға ие болып, өңіріне алтын медаль тақты. Бұл турнирдің қазақ палуаны үшін басты ерекшелігі Қажымұқан джиу-джитсу бойынша күресіп, турнирде бірде-бір рет жеңілмегені, үлкен алтын медаль жеңіп алғаны. Ол жүлде әлі де мұражайында сақтаулы. Мына Қажымұқан атамыздың құрмет, Японияның құрмет ордені, бұл Саркеккиді жеңгенде алған медалы. Мынау парсы палуан жеңгенде парсы ханзадасы өзінің мойнынан шешіп таққан ордені. Мынау Вильнюсте күрескендегі алған медалы. Мынау Варшава мұсылмандары Қажекеңнің өнерін көріп, өздері қолдан қойған медалы. Қажымұқан атамыздың 48 медалы болған. Алғаш әлем чемпионы атағына Қажымұқан Мұңайтпасов 1906 жылы Албанияда қол жеткізеді. 4 жылдан кейін 1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығына табан тірейді. Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында ол Америка чемпионы атанады. Осылайша қазақтың қара домалақ баласы Ақмола уезінен шығып, алғашқы Ресейді, содан соң бүкіл әлемді бағындырады. Еуропа, Африка, Америка, Азия жерінде қадам басқан алғаш қазақ спортшысы. Это кинокадры 1913 года. Парад сильнейших борцов мира. Вот на стоп-кадре Қажымұқан. Мына ескі кадрларда күш атасы Қажымұқан әлемнің ең мықты палуандарымен бір қатарда тұр. Осы кезде Сигизмунд патшаның белбеу жүлдесінің 2 дүркін жеңімпазы, күрестен 3 дүркін әлем чемпионы. Бұл тарихи кадрлар палуанның спорт карьерасының ең жарқында, есімі танымал шағында түсірілді. Максим Николаев, Марат Буданов, Қалижан Оспанов, Даниал Оқасов, Нысана.